Ассаляму алейкум достар, менің Мими Тәттілер каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және бүгін сіздермен айраннан жабыспайтын блинның рецебін бөлісуді жөн көрдім. Ең алдымен табамызға 4 жұмыртқамызды салып, үстіне 8 ас қасық секеріміз салып, жақсылап тұрып, венчикпен секеріміз ерігенше араластырып аламыз. Барлығы бір келкі масы болу керек. Бөлек табамызға айранымызды құямыз. Оның үстіне 1,5 шай қасық содамызды саламыз. Бұл жерде айран менде 2 литр, сондықтан 1,5 шай қасық сода салдым. Жақсылап араластырдым. Одан кейін 1 шай қасық тұз салдым. Тағы да жақсылап венчиктейміз. Одан кейін 8 ас қасық сұйық май дейміз, пісте май дейміз, шімшік май дейміз, сонымды құйып, жақсылап бір венчиктеп алдым да, үстіне жұмыртқа массамды құйдым. Оны да бір келкі массы болғанша жақсылап тұрып араластырып алған болатынмын. Міне қараңыздар, барлығын араластырып болғасын, үстіне ыссы су құйдым. Шамамен 400 мг қайнап тұрған ыссы су құйып, жақсылап тез-тез бір араластырып алған болатын венчиктің көмегімен. Одан кейін ұнымды алып, осы массаға салдым. Ұнымды сала отырып араластырдым. Бұл жерде ұн менде електен өтпеген. Жалпы осы массаны салған кезде, ұнымыз салған кезде массамыз өте қою да болмау керек, өте сұйық та болмау керек. Және ішінде ешбір комок, яғни түйіршік болмау керек. Жақсылап тұрып араластыру керек. Бұл жерде менің массам сұйықтау болып кетті, сондықтан үстіне тағы да ұн салдым. Шамамен 700 грамдай ұн кетті. Жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай да бір түйіршік қалмау керек ішінде. Сол кезде біздің блинымыз өте жақсы піседі. Ішінде комочек болмайды, яғни түйіршігі. Міне қараңыздар, жақсылап тұрып, осылардың барлығын бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Міне күшті болып бір масса шықты, қаймақ сияқты. Міне қараңыздар, ішінде ешбір түйіршік жоқ. Өте жақсы масса пайда болды. Мен бастап блинымды пісіріп алған болатынмын. Міне қарасаңыздар, өте әдемі сап-сары болып пісті. Ажурные блинчики болып. Жалпы бұл блинны пісірген табам менің Тефаль фирмасынікі өте жақсы пісіреді. Асты жабыспайды. Беті құймақтың кішкене ұзақтау піскенімен асты тез піседі. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, бір-біріне жабыспайтын құймақ болып шықты. Сіздерге көрсетейін. Бір блинныйды алып, міне осылай жабыстырып көрсеңіздер де жабыспайды, өте жақсы болып пісті. Сап-сары ажурные блинчики. Осы Тефальді қолданғаныма, Тефаль фирмасының сковородкасын қолданғаныма 2 жылдың көлемі болды. Өте жақсы пісіреді. Қанша пісірсем де осылай әдемі болып піседі. Достар, менің Мими Тәттілер каналымды қолдап, 1000 подписчикке жеткізіп кетсеңіздер, мен сіздер үшін қуана-қуана рецептімен бөлісуге дайынмын. Егер осы рецептімен пісірсеңіздер, мені белгілеп кетіңіздер, және де видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет.